Сәлеметсіздер ме? Бұл қай әнші деп ойлап тұрған шығарсыздар. Мен негізі әртіс емеспін. Осы үй істеді, осы біреу дайын болмай қалса, сен шыға салшы дейді. Негізі Лұқпан аға екеуміз, Лұқпан аға әртістер дайындайды, мен әйтеуір соларды ұйымдастырып шығара салам. Сөйтіп, өмірі осы сөйтеді қояды сол себептен. Ал енді мен не деймін? Опырмай тойдағыдай айттым өтек. Бүгін негізі тамаша уақытысында басталды. Сіздер білесіздер ғой. Мен осы 5 жыл болды, 5-6 жыл болды осында администратор болып істеп жүрмін. Мен бір нәрсені білдім. Концерт болсын, той болсын, осы қазақта екі қана проблема бар. Келу қиын, содан кейін кету қиын ғой. Осы екеуі шешілсем, бәрі де жақсы болады деймін. Біреулер сағат 5-ке тойға шақырсаң, 5-ке 15 минут қалғанда жүреді өйстіп ресторан қасында. Қашан 5 болады екен деп. Біреулер 5-ке шақырсаң, 6:30-да диванның үстіне жатып алып, "Қой, 6 болып қапты ғой, шықпаймыз ба?" дейді екен. Әртүрлі адамдар болады өзі. Негізі мен шыққаным осы сіздерге бір басынан өткен әңгімені айтып берейін. Осыдан бір 10 жыл бұрын осы Зәулім сарайдың ішінде СНГ-ні құрамыз деп Москвадан бір-екі кісілер келіп, осында не істейміз дегенде Франциядан международный фольклорный фестивальға шақыру қағаз келді. Сол бір әдіс болу керек екен. Ол кезде мен сол кісілердің шайына апарып дайындап жүргем. Өзім орысша білмеймін. Сонда бір-бірлерімен сөйлесіп қалғанын естіп қалдым да, соны сіздерге айтып берейін. Өзім мен орысша шамалы білмеушем негізі. Өйстіп жүріп үйрендік қой. Кафеға барып, досымыз екеуміз 2 пиво ішейікші деп мен сұрағам, орысша қалай болады өзі? 2 пива ма, жоқ 2 пива ма деп. Сөз ана досым айта саған: "Официант, принесите, пожалуйста, 3 бутылки пива. 1 штуку уберите." Сөйтіп 2 пиво болды. Сөйтіп үйреніп жүрміз ғой. Содан кейін біріншісі былай деді: "Дорогие гости, я думаю, что раз уж процесс пошел, то артист во Францию должен поехать с тамаши. Потому что он должен надолго запомниться этим вообще французам. Как вы все знаете, что англичане с банкетов уходят и не прощаются, казахи прощаются, но не уходят. Вот этим он им и запомнится. Как вы думаете вообще, Борис Николаевич, как это вообще происходит? Вы согласны со мной?" Я вообще очень рад. Потому что только казахстанец, понимаете. Потому что я по бабушке вообще найман. Вот эта эксцентричность у меня оттуда. За это подниму бокал шампанского белого. Потому что больше не буду. Потому что в последнее время после одного стакана превращаюсь в другого человека. А тот, скотина, пьет много. Вы вообще, я думаю, что, наверное, бокал шампанского никому не повредит, поэтому надо сказать Лукману Есенову, пусть отправляет одного артиста во Францию. А так как сказать, вы помните такая пословица насчет шампанского, казахская: "Бұл дүниеде көп арақшкен адам, о дүниеде шірімейді." Я вообще... Сөйтіп не керек, аэропортқа бардық. Лұқпан аға екеуміз билетін әпердік, шырағым бар, айналайын жолын төлейміз деген кезде әлгі әртісіміз ауырып қап, постоянно мен бар деді, қайта мен бара салдым. Сөйтіп Францияда керемет фестиваль болды, керемет өтті. Эйфелевый башняның 38-ші этажында керемет банкет болды. Сол кезде бір асаба француз орнынан тұрып алып бүйтеді: "Среди нас присутствует представитель Казахстана, пусть он нам споет", деді. Сасқаннан домбырамды алдым да Еркемай деген әнді айтып бердім. Мен сіздерге бір жұмағын айтып жіберейін, былай естеріңізге салып жіберіп. Өзім әнді көп айтпаушы едім. Еркем, еркем, еркем-ай, еркелеген еркем-ай, еркелеген еркемді еркелетсем шіркін-ай. Ой, содан кейін анау француз келіп маған: "Переведите, пожалуйста, про что эта песня?" деді. Орысша білмейтін мен дедім: "Ну, девушку баловали, она замуж вышла", дедім. Где-то вот так дедім. Сөйтіп ең таң қалған анау француз домбырамды ұстап алып, Франция тілінде Еркемайды маған былай айтып берді: "L'attention toujours à l'autre la chanson, Kermel le Yerkemay le fureur. Yerkem, Yerkem, Yerkemay, là toujours à l'autre naï, Yerkem fera attention, là toujours à l'autre naï." Деп айтып берді жаңа. Домбыраны қаяқтан үйреніп жүрген білмеймін.
Обырмай қызық содан кейін басталды. Ана жерде бір үш қара торы Американ жігіттер отырған. Ойбай, кешіріңіздер. Ана жақта отырған. Сөйтіп, бұна болады ғой бір американдық қара торы жігіттер. Ерні дәу сондай. Баяғыда менің бір әжем қатырған. Қарап тұр жаңағы, ерні дәу ғой. Шырағым, сен аспай атасың ба осы деп. Ана ноу деген ғой. Анау ерінен о балдаға я деген. Сөйтіп, жаңағы қап-қара қолмен менің аппақ домбырамды ұстап алды. Америка тілінде маған былай деді. How happy in the world, in the happy yes you're mine. Live the last in the happy in the go life. Oh, you come on, come on, where are you? Listen now. Live the last in the happy in the go. You come on. Обырмай қызық содан кейін бастады. Қасыма бір неміс жігіт келді. Я в свое время хотел на ней жениться, но ее родители мне запретили деді. Бұл қаяқтан еркем айтты таниды деп жүрсем, өзіміздің Каргалинканың неміс екен, қашып кетіп қазір сояқ тұрып жатыр. Сол домбырамды ұстап алып, неміс тілінде маған былай деді. Liebele, schreist von Wolf, laft in ihre Jirke mei, Leeft in den Fröhlen, Liebel, Aft, Fröhlen, en Jirke mei, Liebel, Jirke mei, Liebel, Aft in ihre, Қызық болғаны кейін айттық қой. О, сен керемет айттың немісше. Мынаған аударып бердіңдер, жүріп енді бір терлеп тұрып бір шай ішейікші деген неміске. Сөйтсе переводчик тікелей аударып жіберген ғой. Артынан неміс айтады, чай пить хорошо, а потеть зачем дейді. Ну, не знаю, надо нам вот потеть дейді. Бәрібір қаяқтан шықса да айтыр, надо потеть дейді. Осы әңгімемді талай жерде айтып жүрмін, елдің бәрі сенбейді. Білмеймін, неге сенбейді, айтсам сенбейді. Мен өз атама ұқсаған ба, менің атам жаман өтірікші болған. Марқұм қара жер хабар айтып бармасын. Бір күн келіп, мен осы Қапшағай өзенінде русалка ұстаған білесіңдер ме деді. Бетіме өтіріктің енді шегі бар ғой айналайын. Русалка қаяқтан? Ой, сенбесең ғой деді. Мен қайда сол русалка деген, қайда көрсетіңізші. Жібере салғам, не қылам, туымайды обален деген. Сөйтіп білмеймін, атама ұқсаған ба, айтсам ешкім сенбейді. Сөйтіп елге қайтып оралсам, домбырамды ұстап, осындай бір ой келді. Шіркін-ай, анда-санда бір отырыстарда қазақша айтуға дынамыз. Шынымды айтсам, бір қазақтың ән сөзін толықта білмейді екенбіз ғой. Сөйтіп, қасиетті қазақтың әні бүкіл әлемге ұнаған дедім де, ішімнен үйге бардым да, Абайдың жақсы бір өлеңін жаттап келдім. Көзімнің қарасы деген шіркін қазақтың әуені-ай деп.